Қадірлі көрермен, армысыз. Бүгін біз шет елде ойнап жүрген қазақстандық футболшылар туралы тағы бір әңгіме қозғаймыз. Әрине, бұған дейін де олардың тағдырына алаңдап, өзімізше болашағына болжам жасап көрген едік. Ал қазір, шүкір деп айтайық, біреусі келсе, біреусі барып деген сияқты өрісіміз кеңейіп жатқан жағдайы бар. Рамазан Оразов Ақтөбеге оралған еді. Артур Шершеначев Израиль премьер-лигасының қысқы трансферлік үзіліс кезеңі аяқталар күні Хапоэль Беершева командасына ауысты. Сондықтан да біздің әзірше Еуропадағы ойыншылар саны азайған жоқ деуімізге болады. Ендеше соларды бір талдап көрейік. Кім қалай ойнап жүр? Бастайық. Абат Айымбетов Адана Демирспор командасына ауысқанда өз басым іште қатты қуанып қалған едім. Қалай дегенде Түркия Суперлигасы деңгей жағынан жоғары, және бұл елдің лигасында өте мықты ойыншылар ойнайтынын жақсы білесіздер. Өткен жылғы аса қатал, аса ауыр жер сілкінісінен кейін футбол командалары біраз сансырап қалғанмен тез арада ес жиды. Өйткені футбол деген үлкен индустрия. Түріктердің, қызуғанды түріктердің жанкүйерлері өз командасын бір сәтте ұмытпайтын, бір сәтте қолдауды доғырмайтынын жақсы білесіздер. Сондықтан бұл елдің командалары қашанда жанкүйер сенімін ақтау үшін үлкен белестерге ұмтылып отырады. Адана Демирспор өткен жылы 4-ші орын алып, өз тарихындағы ең жоғары көрсеткішке жеткен еді. Содан кейін осы команданың тізгінін ұстаған италиялық Винченцо Монтелло Түркия құрамасына барды да, былай айтқан кезде керемет нәтижеге жетті. Сөйтіп Түркия құрамасымен бірге Еуропа чемпионатының финалдық кезеңінде жолдама алды. Ал оның орнына келген Қахраман мырза команданы басында мықты ұстап тұрғанмен сәл тізгінді босатып алған сияқты. Соңғы рет команда 2023 жылдың 24 желтоқсанында жеңіске жетті. Содан бергі 9 ойында Адана Демирспор жеңіске жете алған жоқ. 4 ойында жеңілді, 5 ойында тең ойнады. Өкінішке қарай Абат Айымбетов командаға дәл осы кезеңде келіп отыр. Абат қатысқан 2 ойында да көрдік. 3-ші ойында өкінішке қарай Абат негізгі құрамда болған жоқ, қосылғы құрамда отырды, бірақ алаңға шықпады. Осылай оның орны сүліп кете ме дегенде қаупіміз бар. Естеріңізде болса, осы Адана Демирспорға Ресей футболының мықты шабуылшысы саналатын Артем Дзюба барып, 4 ойын өткізіп, 1 ғана гол соғып, сонымен еліне қайта оралған болатын. Әрине Абатқа мұндай тұйыққа тірелетін жол тілемейміз, бірақ қазіргі жағдайда команда жеңіліс дәмін тең ойынмен қатар татып келе жатқан уақытта бір кішкене қиналып қалама дегенде ойымыз бар. Өйткені Абат шабуылшыға зәру командаға барды. Бірақ өздеріңіз ойлаңызшы, соңғы жалпы осы Астана сапында Абат 3 маусым өткізді. 3 маусымда ұлттық чемпионатта 25 гол соқты. Еурокубоктармен қосқанда 28 гол. Бұл өте аз. Бірақ соңғы маусымдарда Абатты негізгі шабуылшы ретінде қарастырмаған жақсы білесіздер. Сондықтан былай айтқан кезде өзінің бір нақты түлейтін шабуылшы ретінде нәтижесі арта түсетін уақытында Абат осылайша өзінің сәтін күтуге мәжбүр болды. Крылья Советовқа бой ұруы, одан кейін міне Адана Демирспорға баруы, ол оның өзін қалай да шетелде сынап көруге бір тәуекел сияқты көрінеді. Әрине басы қатты болса, аяғы тәтті болсын деп, тәтті болады деп бір қазақы танымға салып күтіп отыра берсек те болады. Бірақ Абаттың жасы 29-ға келетінін ұмытпауымыз керек. Ол 1995 жылы туған. Яғни осы уақытта ол жарқырап өнер көрсетпесе, онда өзінің футболдағы арманын іске асыра алмауы мүмкін. Қазір Адана Демирспор командасы 9-ші орында келе жатыр. 9-ші орын жуан орта сияқты көрінгенмен, өзінен кейін командалардың 3 ұпай, 6 ұпай ғана алда тұр. Яғни кез келген мезетте 1-2 ойынды енді сәтсіз өткізсе, қауіпті аймаққа түсіп қалуы да мүмкін. Мбайе Ньянг кетті, Бенджамин Стамбули кетті. Бұлай айтқанда, Абат Айымбетовтің шабуылда аса бір бәсекелесі жоқ деп арқанын кеңге салуға да болмайды. Марио Балотелли жарақатынан айыққан сол еді. Қахраман мырза Абатты бірден қосалқы құрамға қалдырып отыр. Енді бұл жерде маусым алдында толыққанды дайындық өтпеген біздің шабуылшының да кішкене бабы кем болып тұрған шығар. Бірақ осылайша суая құрдымға кетіп, ақырындап тіпті қосалқы құрамнан да көз жазып қалуы мүмкін бе деп те қорқасың. Бірақ олай болмас екен деп және үміттенесің. Абат ең бастысы өзінің тағдырын сынап көрген үшін де дән ризамыз. Адана Демирспор енді
былай дәстүрі, жеңіс дәстүрі аса қалыптаса қоймаған команда болса да, құрылымы жағынан, инфрақұрылымы жағынан ешкімнен кем емес. Адана деген қаланың өзі мынау жерорта теңізінен 50 шақырым қашықтықта орналасқан оңтүстіктегі қала біздің Шымкент қаласымен бауырлас қала болып саналады екен. Тұрғындарының саны 2.600.000 шамасында. Яғни біздің Алматымен қарайлас, Алматыдан сәл үлкендеуде десек болады. Міне осындай үлкен қалаға барғаннан кейін Абат бір жоғалып кетпесе, яғни өзін көрсете қалмаса деп те ойлайсың. Дегенмен соңғы ойындарын қарап отырған кезде бұл командада бір ойынды ұйымдастыратын жақсы ойыншы жоғы байқалады. Абат екі ойында да алда жүгіріп жүрді, бірақ топқа жету үшін артқа шегініп көп жағдайда жартылай қорғаныстың ішіне кіріп барып қайтадан күшін шығындап алға ұмтылуға тура келетінін байқап жүрміз. Яғни қаһарманның командасында ойынды ұйымдастыратын, оңды солды шабуылшыларға пастар беретін диспетчер, яғни ойынды ұйымдастырушы жоқ. Луиш Нанидің қартайып қалғанын білесіздер. Емре Ақбаба деген жігіт өткен турда 3-3 есебімен қарсыласымен тең ойнаған кезде өзінің спорттағы ғұмырында 100-ші голын соқты. Осындай статистиканы көптеп келтіруге болады, бірақ шабуылшыларды қамтамасыз ететін ойыншы жоқ, паспен қамтамасыз ететін ойыншы жоқ. Осы тұрған келгенде Абаттың бір кішкене бір қайнауы ішінде кетіп қалмай деп те қорқасың. Бірақ алғашқы айлар Абатқа қиын соққанмен бой үйрететін шығар. Бір жақсысы, Абат осы Ақтөбеде жүрген кезінде ауыр жарақат алып футболға қайта оралды, және оның 2020 жылы Қайратқа келмеуі сол жарақатының жазылуына байланысты болып тұрды. Қайраттың медицина штабы әбден тексеріп барып қана тәуекел етті. Одан кейін міне сол сенімді ақтап Абаттың Қайраттың сапында да, Астананың сапында да чемпион атанып үлгергенін білесіздер. Демек, қандай жағдайда да, қандай ауыр жағдай болса да, Абаттың бой үйретіп кете алатынын білеміз. Оның үстіне бірден айтайық, Қазақстан премьер-лигасы мен Түркия суперлигасының арасындағы жылдамдық жер мен көктей болуы мүмкін. Алғашқы сәттерде Абатқа осы да қиын соғуы мүмкін. Әттең бірінші ойында Абаттың соққан гол саналмады, екіншісінде сол гол саналса, мүмкін Абаттың өзіне деген сенімі беки түсірмеді деп ойлаймыз. Неге біз бұның бәрін тәптіштеп отырмыз? Бізге Абат сияқты шабуылшы Қазақстан құрамасына ауадай қажет. Өздеріңіз жақсы білесіздер, былтырғы маусымның басында Абат өте жақсы ойнап жүрді. Данияның қақпасына қандай керемет гол соқты. Солтүстік Ирландияның қақпасына жеке өзі рейд жасап, бүкіл ойыншыны алдап барып 4-5 қорғаушыдан өтіп барып гол соғанын білесіздер. Бірақ маусымның ортасында Қазақстан құрамасында Абаттың бір құр сүлдері ғана қалған сияқты болады. Әрине Сан-Мариноға соққан пенальтині ұмытпаймыз. Бірақ баяғы Данияға соққан, баяғы солтүстік Ирландияға гол соққан Абаттың сол кейпі қалмағанын да мойындаймын. Сондықтан Абатқа бір сенім деген өте жақсы зор рөл орындайтынын білеміз. Сондықтан алдағы уақытта команданың бас бапкері Қахраман мырза біздің шабуылшыға сенім артады деп сенеміз. Келесі турда Адана Демирспор командасы Трабзонспордың алаңында ойнайды. Бұл Түркия премьер-лигасы, Түркия суперлигасының көшбасшыларының бірі екенін жақсы білесіздер. Демек, Абат осы ойында шіркін өзін көрсетсе, оған мүмкіндік берілсе деп ойлаймыз. Ары қарай кәдімгідей шіптің ұшын тарқатқандай Абат бір жақсы арнаға түсіп кететін шығар деп сенеміз. Демек, Абатқа сеніміміз үлкен, сол сенім ақталса игі. Біздің арнамыздың серіктесі Parimatch Қазақстан Meta Ratings Awards марапатында жеңіске жетуге жақын. Төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, үздік адалдық бағдарламасы және ең сенімді букмекер номинацияларында Parimatch Қазақстанға дауыс берулеріңізді өтінеміз. Дауыс бергендерге 500 фрибет сыйға тартылады. Егер Parimatch қандай да бір номинацияда жеңіске жетіп жатса, дауыс бергендердің барлығы бағалы сыйлық ұтысына қатысады. Серіктесімізді қолдап фрибет алуға ұмтылыңыз. Parimatch ойын тізгіні сенің қолыңда. Ендігі әңгіме Артур Шушиначев жайлы. Жаңа айтып өттік, 6 ақпан күні Израиль премьер-лигасының қысқы трансферлік үзіліс кезеңі жабылатын сәтте Артур Хапоэль Бершева командасына ауысып үлгерді, және Хапоэль оны бірден ала қойған жоқ, кәдімгі медициналық тексерістен сор өткізіп, әбден көзін жеткізіп барып, команда құрамына алды. Хапоэль қазіргі сәтте Израильдің лигасында 3-ші орында тұр. Маккаби Хайфа, Маккаби Тель-Авивтен кейін 3-ші орында, және осы екі командадан кейін 6 ұпай жетіңкіремейді. Алғашқы екі командада 49 ұпайды, Хапоэль Бершевада 43 ұпай. Сондықтан Артур бара салып майданның ортасына түсті деуімізге болады. Хапоэль Бершева 2019 жылы Еуропа лигасына іріктеу кезеңінде біздің Қайратты жолда қалдырғанын білесіздер. 2-0 өз алаңында ұтты.
1-1 есебімен Алматының орталық стадионында тең ойнады. Райдер Дугаличтің есеп ашып артынша өз қақпасына гол соғып алғанын да ұмыта қойғанымыз жоқ. Сол ойында Хапоэль Бершевамен ойнағанда Артур Шушинашев ол кезде негізгі құрамның есігін жаңа қағып жүрген ойыншы еді, сондықтан оны тіпті құрамнан іздемей қойсақ та болады. Сол кездегі Қайраттың құрамынан қазір Еркебұлан Сейдахмет қана қалған екен. Демек, команда құрамы қатты жаңарған. Бұл тұрғыда Хапоэль Бершеваға да сондай дәл солай айтуымызға болады. Бұл командада да команда құрамы түгелдей жаңарған. Ең бастысы, 2 маусым бұрын Хапоэль Израиль чемпионы атанды, ал өткен маусымда вице чемпион атанды. Демек, олардың жанкүйерлері енді командадан шынында да үлкен ерлік күтіп үйреніп қалды. Артур Шушинашев бара салды да, осы қайнаған қалың оттың ортасына түсті. Мамандардың біраз айтты. Артур Шушинашев Қайраттың түлегі жақсы өсті, негізгі құрамға жетті. Фагнер Лав сияқты мықтылармен бірге ойнады. Қазір Жоау Паулудың серіктесі болды. Жаман ойнаған жоқ. Бірақ Қайратта дегеніне жетті, былай айтқанда бар биігіне жетті. Енді бұдан ары қарай Артурдың тек құлдырай беруі ықтимал еді дегенде айтады. Енді кім біледі? Артур бір есептен өзінің де басқаша сынап көру үшін Израильдің чемпионатына ауысқан шығар. Дегенмен Қайраттан неге кетті деп бір алабөтен сұрақ қоюдың қажеті жоқ. Ең бастысы ол Хапоэльде өзін қалай көрсетеді? Мәселе осыған байланысты. Соңғы турда Хапоэль өз алаңында Маккаби Петах Тиквамен 1-1 есебімен тең ойнады. Артур Шушинашев ойынның 54-ші минутында Омар есімді футболшыны алмастырып, сосын Гана есімді футболшының пасымен тамаша гол соқты. Бұл жерде біздің футболшы, біздің шабуылшы ойыннан тыс қалды ма деп VAR біраз тексеріп көрді, бірақ әдемі сытылып шыққан Артурдың соңғы қорғаушының сызығынан іште болғаны дәлелденді де, қақпашымен бетпе шығып, сол аяқпен соққанда ол есепке алынды. Жанкүйер риза, бірақ бір ғана доппен қаһарманға айналып шыға келді деуге тағы да болмайды. Команданың бас бапкері Ильянев бар да, бұл Ильянев Хапоэльдің тарихында 53 гол соққан 5-ші әлде 6-ші мерген екен. Демек, оның мергендерге ерекше қарайтыны күмәнсіз. Және осы Артур Шушинашевтің ойынын талдап беріңізші дегендерге ол әлде күтеміз, бір гол соғып, оны команданың негізгі құрамына бергі орнықты деуге болмаймыз. Әдетте футболшылар алғашқы ойындарды өте жақсы бастайды да, ары қарай кәдімгідей басылып қалады. Артурда сондай мінез байқала ма, байқалмай ма сынап көріп барып, біз белгілі бір шешім айтамыз деген екен. Бұл бапкердің сөзімен біз де тікелей келісеміз. Артур бір гол соқты деген деп, күні бұрын бөркімізді аспанға атып қуануға бізде жоқпыз. Ең бастысы Хапоэль Бершева командасы келесі турдан ақ осы Маккаби Тель-Авив командасына жақындаудың мүмкіндігі бар. Өйткені Маккабимен келесі турда кездеседі. Егер шынында да жеңіске жететін болса, екі команданың арасындағы айырмашылық 3 ұпайға дейін қысқарады. Бірақ естеріңізге сала кетейік, Израильдің тұрақты чемпионаты 4 турдан кейін аяқталады. Маккабиден бөлек, Маккаби Тель-Авивтен бөлек, Бейтар командасымен, Хафоэль Хайфа командасымен және Аштот командасымен кездеседі. Хапоэль Бершева ортасында осы 28-ші ақпанда Израиль кубогында Ирони Тибериас командасымен ойнайтыны бар. Одан ары қарай үздік 6-лық плей-офф кезеңінде чемпиондыққа таласады. Яғни осыған дейінгі жинаған ұпайлары ары қарай чемпиондыққа жол бастауы керек. Сондықтан Артур осы жағдайда өзін жақсы көрсетсе деген ойымыз бар. Ең бастысы команданың құрамына қарап шықтық. Алабөтен бір соншалықты мойны озық тұрған, осы Артурға мықты қарсылас болады дейтін шабуылшылар өте аз. Команданың ең мерген ойыншысы 6 гол соққан. Сондықтан Артур мүмкіндік болса өзінің Қазақстан жерінде жиған білігін көрсету керек. Және бір ескере кететін нәрсе, Шушинашев Қазақстан ұлттық құрамасы сапында 6 ойын өткізді. 2001 жылы 3 ойын, 2002 жылы 3 ойын өткізді, ал 2003 жылы шақырылғанмен, бірде-екі рет шақырылғанмен алаңға шыққан жоқ. Бұл да кәдімгі өзін биіктен көргісі келетін шабуылшының кәдімгі ниетіне, амбициясына тікелей тиетін, намысына тиетін нәрсе десек болады. Сондықтан Артур бір есеппен Хапоэль Бершеваға ауысқанда да ұлттық құраманы жадының бір түкпірінде ұстап кетті деп ойлаймыз. Ары қарай 30 мамырға дейін Израильдің премьер-лигасында чемпионат жалғасады. Ең бастысы осы Абатты да, Артурды да өз чемпионаттарында, өз командаларына, өз ойнап жүрген командаларына орнықпай жатып, ертең Еуропаға қарап
бір көзін Еуропа жаққа қатты бұрып тұр деп тіпті айтуға келмейді. Өйткені ең бастысы біздің екі жігіт те өздерін дәлелдеп алса екен дейміз. Демек, Артурға да артылатын сенім өте үлкен. Ал Бахтияр Зайнутдинов қазірдің өзінде Түркия Суперлигасында 22 матч өткізіп үлгерді. Бесиктас командасы ақырындап еңсе түсіп келеді. Фернандо Сантуш деген аса тәжірибелі бапкер, Грекия құрамасын, Португалия құрамасын жаттықтырған бапкер ендігі сәтте команданы бұған дейінгілер сияқты төмендетпейді деп сенеміз. Бірақ соңғы турда Бесиктас командасы Коньяспорды 2-ден есебімен жеңген ойында өкінішке қарай Бахтияр Зайнутдинов қосалқы құрамда қалып қалды. Бұл әрине Бахтиярға бір берілген кішкене демалыс ретінде де қарастыруға болар. 90+2 минутта Бахтияр алаңға шықты, және қайда шықты білесіздер ме? Семих Қылықсой дейтін қазір Бесиктастың мергені болып келе жатқан шабуылдаушы жартылай қорғаушы бар. Осы матчта да, Коньяспорға қарсы матчта да осы Қылықсой жеңіс голын соқты. Осы Семихтің орнына шықты Бахтияр. Ол демек шабуылдаушы жартылай қорғаушының орнына шықты деп алақалауымызға болатын еді, бірақ бұған дейінгі матчтарының бәрінде орталық қорғаныста ойнағанын жақсы білесіздер ғой Бахтияр. Демек, осы есепті ұстап қалу үшін де шабуылдаушы ойыншының орнына қорғаушыны шығарып отыр Фернандо Сантуш. Сіз неге осы Қазақстан ұлттық құрамасында шабуылға жақын ойнайтын Зайнутдиновты қорғаныста пайдаланасыз деген сұрақ та қойылды Фернандо Сантуш мырзаға. Бапкер аса тәжірибелі бапкер, оны тіпті былай құлағына да қыстырған жоқ. Оның бізге ойыны ұнайды, ең бастысы ол қорғаныста бізге пайдалы деді. Демек, алдағы уақытта Бесиктас сапында Бахтияр Зайнутдинов қорғаныста ғана ойнай беруі мүмкін. Бірақ осы жолы қарап отырмыз, екі орталық қорғаушы ретінде басқа ойыншылар Омар Колли мен тағы бір ойыншы шыққан екен. Демек, ақырындап Бахтияр алға жылжыма дегенде бір сеніміміз бар. Артур Масуаку бұған дейін сол қапталдағы қорғаушы жарақаттанып, Зайнутдинов орнында жабуға мәжбүр болған. Масуаку осы Коньяспорға қарсы ойынға шықты. Демек, ақырындап шынында да ол сол қапталдағы қорғаушының орны жабылса, онда Бахтиярға шынында да орталық алаңнан орын беріп қалма деп те ойлаймыз. Қазақстан ұлттық құрамасының аса жауапты кездесу қарсаңында Бахтиярдың да ойын тәжірибесі өте көп болғаны керек. Келесі турдағы Бесиктастың ойынына сондықтан да қатты алаңдаймыз. Әрине, бірінші жыл бара салып Бесиктас сапында Түркияның Суперлигасында 20-дан астам матч өткізу деген өте үлкен жетістік, және оның басым бөлігін негізгі құрамда өткізу деген өте үлкен жетістік. Сондықтан бір ойынға бола, қосалқы құрамда қалған бір ойынға бола, Бахтиярдың Бесиктастағы күні аз қалды деп тіпті айтуға болмайды. Алдағы уақытта мүмкін қайта сенімге ие болатын шығар. Жалпы алғанда біздің шетте ойнап жүрген легионерлерге қатысты осыны айтуға болады. Біз Нұралы Әліп Зениттің сапында осы 2-ші наурыз күні Спартакқа қарсы 20-ші тур ойындарын қайта бастайды. Зениттегі Нұралының орны ешқандай күмән тудырмайды. Осы оқу-жаттығу жиыны кезінде Нұралының өз тұлғасына айналғанын да көрдік, Зениттің өз тұлғасына айналғанын да көрдік. Тіпті командаластарымен күресіп, бірдекілісін жамбасқа алып, басынан асырып лақтырып, кәдімгідей өзінің қазақы қара күшін көрсетті. Қазақ тақиясын киіп алып, өзінің бөлмесінде футбол ойнап жатқан, Sony PlayStation мен футбол ойнап жатқан мысалын да көрдік. Былай айтқанда, ол Санкт-Петербургға әбден бой үйретті. Бірақ осы Зениттің қатты тілеулесі Геннадий Орлов дейтін біздің әріптесіміз комментатор бар. Сол бір Зенит Нұралының атына бір қызық ескерту жасапты. Нұралы жақын адамға пас береді қасындағы. Ал қазіргі орталық қорғаушының міндеті ол алыстағы адамды паспен дәл тауып шабуыл бастап беру. Нұралда ондай қасиет жоқ деген екен. Енді 70 жасқа келгенше адам футболды бекер тамашалаған жоқ. Оның да пікірін құлағымызға қыстыруымызға болатын шығар. Бірақ қорғаушы ретінде Нұралының өсе түскенін бәріміз мойындаймыз. Әттең-ай 21 наурызда өтетін Грекияға қарсы матчқа Әліп ескертуінің көп болу салдарынан қатыса алмайды. Бірақ одан кейінгі ойындарда Қазақстан құрамасына аса пайдалы болады деп сенеміз. Одан басқа жігіттердің ешқайсысы әрине әзірше легионер ретінде өзінің несібесін іздеп жатқан жоқ. Бексұлтан Шәмші деген ойыншы Ротор Волгоградқа ауысты, бірақ ол төменгі лигада. Беларусь чемпионатында ойнап жүрген Денис Митрофановтың Ислоч командасының негізгі шабуылшысына айналғанын, өткен маусымда 8 гол соққанын жақсы білеміз. Ал Әбинур Нұрымбет дейтін ойыншы энергетик БГУ командасынан көшбасшылардың бірі Шахтер Солигорскінің құрамына ауысты. Бұл да үлкен ойларға жетелейді. Осылай қадау-қадау ойыншыларды айтуға болады. Енді басқа
елдердің төменгі лигаларында ойнап жүрген жігіттерді әрине әзірше тілге тиек етудің қажеті жоқ шығар. Дегенмен біздің жігіттерде Еуропаға қарай қозғалыс бар. Бұл үміттендіреді, бұл құраманың да болашағы зор деп ойландырады. Ендеше бәріне табыс тілейміз. Енді осы өзіміздің чемпионат басталған сәтте тек қана өз ұлттық біріншілігіміздегі ойыншылардың ғана тағдырына емес, шетте жүрген жігіттердің де ойынына ерекше назар аударып отырамыз. Артурға, Абатқа, Нұралыға, Бақтиярға және басқа да жігіттерге табыс тілейміз. Осымен бүгінгі шығарылым тәмам. Келесі кездескенше.